Мен атым Қасенов Үсен Дәулетович. Мен Қазақстаннан келдім. Көз дәрігерімін. Осы Малиге келдім, Бамакоға. Ол жақта пациенттерге көмектесу үшін, көзінде катарактасы болса, соны анықтап. Жалпы халықтың жағдайы өте төмендеу. Олар катарактасын бар жоғын білмейді. Көзі көрмей қалған кезде келеді бізге. Одан біз анықтаймыз катарактасы бар жоғын. Егер катарактасы бар болса, біз оларға айтамыз, сіздерге операция керек, міндетті түрде жасату керек деп айтамыз. Пациенттер негізі көрмейтін көздері күннің ыстығынан түседі. Прямо көз түскеннен сонсыдан. Олар катарактасыз тез дамиды. Одан кейін барып, көбісі деревняда жүреді, жұмыс істейді бұлар. Консультацияға келуге уақыты жоқ, көзі көрмей қалған кезде келеді. Ал келгеннен кейін уже ол қатты катаракта болады. Қатты катаракта болғаннан кейін уже оны істеуде қиындыққа түседі. Содан кейін барып, біз оларға рекомендация, консультация істейміз. Катаракта керек сіздерге. Істемесеңіз, көздеріңіз көрмей қалады деп айтамыз. Бұл жақта енді көп болған соң, енді біз бірінші анықтаймыз, оны көреміз, жаңағы радиацияларын көреміз, состояниесі қандай екен, жақсы ма екен. Солардың бәрін көріп болғаннан кейін операцияны бастаймыз. Кейбіреулердің ақшалары жоқ, операцияларын тегін істеп береміз, дәрілерін тегін береміз. Көп көмектесіп жатыр. Ең бір релифке көп рахмет, осындай көмек көрсетіп жатқанына, Малидің пациенттеріне өте көп көмегі тиіп жатыр. Көзі көрмей келген пациенттердің бәріне көздері көріп, рахметтерін айтып, барлығы риза болып келіп жатыр.